Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз сендермен Әбдіжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясын танысамыз. Сабақтың оқу мақсаты тыңдалым материалдарының тақырыбын тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжай отырып жауап беру. Роман 3 кітаптан тұрады. Ымырт, Сергелдең, Күйреу. Әр бөлімнің қысқаша мазмұнына тоқталып кетейік. Ымырт. Еламан ел ішіндегі араздықтан бас көтере алмаса да, басып шаншуға көндікпеген әлсіз шарасыз жан. Сергелдең. Күресте өткен өмірі Еламанға дүрбелең заманның қыры мен сырын түгел түсіндіреді. Күйреу. Балықшылар тіршілігінен мүлдем шалғай өмірдегі кек пен тартыс, қоғамдағы жаңа өзгерістер суреттеледі. Әбдіжамал Нұрпейісов 1924 жылы Қызылорда облысы Арал ауданы Үшкөз ауылында дүниеге келген қазақ совет жазушысы. 20 ғасырдағы қазақ әдебиетіне үлес қосқан суреткерлеріміздің бірі. «Қан мен тер» трилогиясы 20 ғасырдағы қазақ әдебиетіне үлес қосқан жазушының романы туған жерге деген сүйіспеншілік пен рухани сезімге негізделген. Жазушының «Қан мен тер» романының дүниеге келуге сыры осы сөздердің өзінде жатыр. «Қан мен тер» трилогиясы ел, халық, оның әлеуметтік тағдыры туралы шығарма. Бұндағы басты кейіпкер Еламан. «Қан мен тер» тірлік тынысы әлде қайда кең шығарма, жанрлық жағынан да басқаға ұқсамайды. Еламанның бүтін бітімді тұлғасы оның жалпы һәм жалқы қасиеттерінің бірлігінен тұрады. Трилогияның басты кітабы Ымыртта Еламан қарапайым балықшы, туа біткен мінезіне өршілдік, қайраттылық тән, намысқой жігіт. Жұрт Қаратаз деп атайтын Құдайменде байдың қорлығына шыдамай айбат шеккен, сес көрсетіп, балықшылар арасынан кетіп қалған. Бір-екі сөзінен ой түйгіш, көкірегі ояу жан екені байқалып қалады. Жетпей тұрған тұсы әзірше былайғы дүниемен ісі жоқ. Жазушы міне осындай бұйығы патриархалдық қапастағы тұңғиық тұлғаның ішіне бірте-бірте әлеуметтік сәуле түсіреді. Бірінші тапсырма. Төменде берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Табиғат суреттері қалай берілген? Еламанның Федоровты өлтіру себебі неде деп ойлайсыңдар? Әңгімедегі кейіпкерлер тіршілігі арқылы нені үйренуге болады? Арал мен Жайықтың бүгінгі күні проблемалармен үндесе ме? Бүгінгі күні балықшылардың еңбегін бағалап жүрміз бе? Ой толғау. Бүгінде Еламан сияқты кейіпкерлер бар ма? Енді балалар Вен диаграммасына салыстырайық. Бүгінгі Арал тағдыры мен кешегі Арал тағдырысын, ұқсастығын, айырмашылығын айтамыз.